Бәріне сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәл магазиндегідей болып шығатын булочканың рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Жылы сүтімізге бөлме температурасындағы сармайды қосып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қант, сұйық май және жұмыртқаны жарып салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнды қосып, қамыр илеп аламыз. Және де 10 грамм дрожж қосып, қамыр илейміз. Ұнды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің булочкамыздың магазиндегідей болуының бір құпиясы 6% уксусты қойып, жақсылап қамырды соңында осылай илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Дәл осылай көтеріліп дайын болады. Дайын болған қамырды дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Ендігі кезекте булочкалардың бетін жауып, өзіңіз қолданатын булочкаларды кез келген формаға қолдансаңыз болады. Мен қамырды жайып, арасына қант сеуіп, екеуін біріктіріп, дәл видеодағыдай форма жасадым. Дайын болған булочкаларды формаға салып, 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Осылай әдемі болып көтеріледі. Одан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Мінекей достар, осымен біздің булочкаларымыз дайын. Өте жұмсақ, өте дәмді, көрінісі әдемі, дәл магазиндегідей болып шығады. Осымен магазинге өздеріңіз булочка жасап шығаруға болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, қоңырау белгісін басып, және де өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін назар салып қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сау болыңыздар.